Сынақ – бұл біздің өміріміздің ажырамас бөлігі. Олардың өздерін бұзып, олардан өтіп күшейе түсу маңызды. Сын ауыр болса, кемшіліктерден арыласың. Сын әділ болса, ауруыңнан жазыласың. Ат жақсысы ұзақ жолда сыналады. Адам жақсысы ұзақ істе сыналады. Тіршіліктің ішкі сыртқы жағдайларын жақсартуға талпыну адам баласына тән нәрсе. Бір қалыпты тіршілікке үйреніп қалған адам ауық-ауық ой-санасын қалдықтардан тазартып отыруы керек. Тіршілік ғұмыр белгісі, алыс-тартыс, арбау әдіс. Білім жолына түскен жан күнделікті күйбең тіршілікті ойламауы қажет. Тіршілікте құрыштай бол төзімді, сан мәрте ел алдаса да өзіңді. Жұбайлар бір-бірінің мінезін зерттеп білмей, некенің бақытты болуы екіталай. Отбасылық өмірде ірі зілзаладан аман қалу, ұсақ-түйек кикілжіңнен құтылудан әлде қайда оңай. Отбасы тірлігіндегі ең мәнді тетік махаббат. Отбасылық өмір екі жастың басына көп міндеттер мен парыздар жүктейді. Әр адам соған дайын болғаннан кейін үйлену туралы шешімге келгені дұрыс. Адам неғұрлым идеялық жағынан білімді болса, соғұрлым өз ісінде табанды да болмақ. Жақсы идеяны ойлап тауып, оны іске асырмағаннан артық қылмыс жоқ. Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі. Тәрбиелі адам тағалаған атпен тең. Көш жүре түзелер. Балаға өз тіліңмен сөйлеме, өз тілімен сөйле. Ағадан ақыл, атадан нақыл. Тұңғышыңды дұрыс үйретсең, соңғылары өздері үйренеді. Алдыңғы арбаның доңғалағы қайда жүрсе, соңғы арбаның доңғалағы сонда жүреді. Әдепсіз өскен адамнан тәртіппен өскен тал артық. Әдепсіз аяқ боқ басар, әдеп әдет емес, жөн әдет. Өз қадірін білмеген қадірлінің қадірін білмес. Үйден ұзап шықсаң, қатыныңа қадірің артады. Ауылдан ұзап шықсаң, жақыныңа қадірің артады. Бір адамға қадірің жүрмесе, екі адамға күлкі боларсың. Тек жүрсең, тоқ жүресің. Тәтті өмірдің сұрауы қатты. Бұрынғының адамынан ақыл сұра, бұрын қонғаннан қоныс сұра. Тазалық иманның жартысы. Қатаң болсаң қашады, босаң болсаң аяққа басады. Сыпырғышың жаман болса, шаңғы өкпелеме. Көп жасаған білмейді, көп көрген біледі. Өз білмегеніңді кісіден сұра. Үлкен болмаса, кішіден сұра. Отының болмаса, көршіден сұра. Өзің білмесең, кісіден сұра. Ағадан қалғанды іні киіп өседі. Ападан қалғанды сіңлі киіп өседі. Көрмегендерін ойына түйіп өседі. Біреу білмегенді біреу біледі. Біреу жылайтынға біреу күледі. Бес саусақ бірдей емес. Сұрағаннан берген артық, шүкіршілік қылғанның ырысы артық. Бір елі ауызға, екі елі қақпақ. Ескі киімді баптағаның, жаңа киімді сақтағаның. Елгезек екі айтқызбайды. Ауру қалса да әдет қалмайды. Қазаннан қара нәрсе жоқ, ассаң қарын тойдырар. Қардан әппақ нәрсе жоқ, ұстасаң қолды тондырар. Қабағанға қаптырма, тебегенге тептірме. Қызды асырай алмаған күң етер, ұлды асырай алмаған құл етер. Әр елден келін келер, әр түрлі ырым келер. Кетпеннің басын бассаң, сабы өзіңе тиеді.
Жақсылықтың үлгісі жанып тұрған шамдай, шешеннің сөзі ағып тұрған балдай. Өткендерін ескерген өскендіктің белгісі, өткендерін ұмытқан өшкендіктің белгісі. Тікенде гүлін қорғайды, екі аяқ бір етікке сыймайды. Ақылдан жақын дос бар ма, ашудан жаман қас бар ма? 25-тен артық жас бар ма, қымыздан дәмді ас бар ма? Жасы кіші ініні ақылы асса аға тұт, жасы үлкен ағаны жақсы сыйлап жаға тұт. Қарағайға қарай тал өсер, қатарына қарап бала өсер. Таршылық адамды шынықтырады, баршылық адамгершілікті ұмыттырады. Таршылық болмай, кеңшілік болмайды. Қанаттыға қақтырма, тұмсықтыға шоқытпа. Істегенің маған жақсы, үйренгенің өзіңе жақсы. Әдеп бастауы тәрбие. Қостың кішісі болғанша, иттің күшігі бол. Үлкен иманды болса, кіші ибалы болады. Балаңды 5-ке дейін патшаңдай сыйла, 15-ке дейін құлыңдай жұмса, 15-тен асса, жан досыңдай құрметте. Сырыңды ешкімге алдыртпа. Екі елі аузыңа сыймаған сөз, өзгенің 32 тісінің арасына тіптен сыймайды. Тәрбие тәртіптің құлы, тәртіпті елдің құлы. Сылқитып ішіп алған адам сыр да сақтамайды, уәдесін де орындамайды. Өз сырыңды айтып қою ақмақтық. Пышағыңды өткір қайра, не кесеріңді білмесең. Көрінгенге сырыңды айтпа, не десеріңді білмесең. Құрметті оқырман, видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және де каналымызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.